Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен 7 айлық сәбидің дамуымен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді арнамыздың дамуына өз үлесіңізді қосып, қоңыраушаны басып, маған қолдау білдіріп, жазылып алыңыз. Міне, сіздің сәбиіңізге 7 ай толды. Осы айда сәбиіңіз қалай дамиды? Бірге тамашалайық. Сәбиіңіз жақсы салмақ қосып, бойы өсіп, дені сау болса, сіздің еңбегіңіздің жемісі. Орта есеппен сәбиіңіз аптасына 110 немесе 120 грамм салмақ қосады. Бойы 65 немесе 72 сантиметр аралығын қамтиды. Салмағы 7 немесе 8,5 килограмм, одан да артық болуы мүмкін. Құрметті ана, сізді шын жүректен құттықтаймын. Сәбидің ең көп ауыратын қауіпті кезеңі артта қалды. Ол бұрын отырмайтын болса, енді бойын еркін ұстап отыратын дәрежеге жетеді. Ал 6-шы айда отырған болса, ол еңбектеп қозғала бастайды. Құрметті ана, егер сіз сәбиіңізге, яғни бөбегіңізге үйретер болсаңыз, ол тамақты, яғни асты қасықпен іше алатын болады. Балаңыздың ойын толықтыру үшін онымен барынша көп әңгімелесуге тырысыңыз. Қолыңды бер, сау бол деген сөздерді айтып, оны іс-әрекетпен балаға көрсетіңіз. Сәби ойында сақтап, келесі жолы сөздеріңізге іспен жауап беретін болады. Бір ыдысқа ойыншықтарды салып, оны кері шығарыңыз. Сізбен бірге сәбиіңіз де солай істесін. Содан соң ойыншықтарды жинайық деңіз. Ол сол сөзге мән беріп, ойыншықтарды сала бастайды және керісінше шығарайық деп үйретіңіз. Сәби кез келген бағытта қозғалып жата алады. Жатқан орнынан көтеріліп отыра алады, бірақ сүйемелсіз ұзақ отыра алмайды. Таныс заттарды көзімен шолып, тауып бере алады, 4 аяқтап тұра алады. Бә, да, мә, па деген буындарды бөліп айта алады. Еңбектейді. Сәбиге тамақтануға жаңа түрлерді қосып, сәбидің тамағын түрлендіруге болады. Жұмыртқаның сарыуызының 4/1 бөлігін аздап, еттің сорпасын беріп үйретуге болады. Егер сәбиіңіздің қызуы көтерілсе, іші өтсе, сонымен бірге сілекейі, яғни аузынан су ағатын болса, онда бұл оның тіс жаруының белгісі. Құрметті ана, сәбиіңіздің кеңістігі кеңейіп келеді. Сондықтан сәбидің айналасын қауіпсіз заттармен қоршауға тырысыңыз. Сәбиіңізге барынша көңіл бөліңіз, себебі ол бар тапқан затын аузына салып, көңілі ауған жаққа қозғалады. Егер бұл ақпараттар сіздерге пайдалы болған болса, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл маған қолдау, шабыт сыйлайды.